Менің атым Джулиана. Бұл оқиға болған кезде мен небәрі 9 жаста едім. Менің шашым қою қоңыр, көзім де сондай түсті. Шынымды айтсам, бұл менің басымнан өткен ең қорқынышты оқиға емес шығар. Бірақ осы күнге дейін мен оны түсіне алмаймын. Оқиға 2017 жылдың ортасында болды. Анам жұмыстан байланысты жиі іс-сапарға шығатын. Сол оқиғадан бірнеше күн бұрын ол тағы бір сапарға кететін және бірнеше күн үйде болмайтынын айтты. Әрине көңіл күйім түсіп кетті, бірақ бұл жай ғана жұмыс екенін және көп ұзамай қайтып келетінін білдім. Бірнеше күн өтті. Әпкелерім, әкем және мен бірге уақыт өткізіп жүрдік. Кино көрдік, түрлі тәттілер жедік, қыдырдық, бәрі әдеттегідей еді. Ақыры анамның үйге қайтатын күні келді. Сол кезде бірнеше апта бойы ұйқым дұрыс болмай жүрген. Сол түні төсегімде жатып, ұйықтай алмай ұзақ жаттым. Кенет төменгі қабаттың есіктің ашылғанын естідім. Сосын біреудің баспалдақпен жүрген дыбысы шықты. Бірақ бір нәрсе дұрыс емес еді. Бұл әйелдің емес, ер адамның аяқ дыбысына ұқсайтын. Сосын дыбыс кенет тоқтап қалды. Мен қатты таңғалдым. Бірақ өзімді көршілер шығар деп жұбаттым. Біз үлкен үйде тұратынбыз, сондықтан ол кезде бұл маған қисынды көрінді. Түнгі сағат 2-лер шамасында тағы да аяқ дыбысы естілді. Бұл жолы әйелдің жүргені анық еді. Мен баспалдаққа қарасам, жоғарғы жағында бір әйел тұр екен. Үстіне беліне қанап тұратын қара юбка болды. Ол анамның сүйікті киіміне қарындаш тәрізді белдемшеге ұқсайтын. Сондықтан мен оның анам екенін бірден сендім. Орнымнан тұрып жүгіріп барып құшақтағым келді, бірақ оның шаршағанын ойлап мазасына мауыт шештім. Әйел дәлізбен жүгіріп өтті. Жатын бөлмеге кіріп кетті. Тағы да есіктің ашылған дыбыс шықты. Жарықты жақтым, ал менің алдымда анам тұрды. Ол маған таңғалып, неге әлі ұйықтамай жүрсің деп сұрады. Мен абдырап қалдым. Сосын оған, сені күтіп отырдым деп өтірік айттым. Бірақ ішімде қорқыныш басталып кеткен еді. Егер анам енді ғана үйге келген болса, онда 1 сағат бұрын жоғарғы қабатқа кірген әйел кім? Ол кім болды? Неге анама дәл ұқсайтын? Мен анамды қатты сағынғандықтан оны елестетіп көрдім бе? Әлде үйге біз білмейтін біреу кіріп кеткен бе? Әлде бұл шайтан ба?